Не дейді? Сен өзің тоқ жатып, қошынан ашқа жатса, сен ахуалың қандай болады деймін. Ал мұсылман емес деймін. Көрбейсіздер, қандай жардам берішіміз керек біз өзің негізі. А бізде Қырғызда башы ауырған адамның Құдай менен іші жоқ дейді. Қашан бір ауырып, бір нәрсе болғанда жардам береді екенбіз да. Мен бір мисал айтып берейін. Бұл Египетте болған оқиға. Бір кіші бай екен, өзінің қолында бар екен. Жүрегі ауырып, анан кішіне қолында бар болса, бізде деле дарыланбай шетелге шығады ғой. Ал Лондонға барып тұр. Лондонға барып жүрегін тексертсе, сенің жүрегіңде туаса тешігі бар екен, тез арада операция қылбаса, өміріңе қорқыныш бар деп тұр. Ошол замат байқұс ойланып отыр. Операцияға кірсем, қайрат теру шығамын ба, жоқ па? Анда маған рұқсат бер, мен барып тұр, туғандарымен бір қоштасып келейін деп тұр. Туғандарымен барып бүт қоштасып, мен кетіп отамын, менден өтсе кешіресіңер, мен операцияға кіріп отамын, жүрегім. Бұл жөнөкөй нәрсе емес. Қоқыс мен операциядан шықпай қалсам, разы болла, менден кетсе кешіріледі, бүт бар, мен қоштасып тұр. Bir досыма бардым дейді. Досыма барып, ошо досым менен дагы қоштасып отырып, қарасам терезе дейді. Терезенің сыртында бір қасапчы бар екен. Ошо етті ұрып майдалған сайын майда сөйөктөр, еттер ыргыса, bir аял терип отырады дейді баяғыда. Улам досыммен сүйлөшүп турам, улам менен көзүм кетип калат, улам менен көзүм кетип калат дейді. Мақұлда досымен қоштасып, тиги аялға барып тұр. Не мұншалық десем дейді, 4 қызым бар. Күйеуім өліп қалған, жесірмін. 3 айдан бері ет жейлекпіз дейді екен. 3 айдан бері ет жейлекпіз. Десе, мақұл онда, мен ет алып берейін, қанша жетеді десе, бая адам қиналғанда қой, біреуге орым тибесін деп, ая жүпін олып қалады емес пе? Байқұш, жарым кило жетеді деп айтады дейді. Елестетіп көр, 4 қызы, өзі 5 адамға жарым кило жетеді дейді. А бізде жарым кило етті қырғыздың аялдары қуырып атып өледі, тұзыны көрем деп жеп қояды. Тура ма? Что-то тұз кемірекпі деп 2-3 жыл алса түгі айтал. А байқұш тиги 4 қызы өзі 5-өө жарым кило жетеді деп отыр. Мақұлында мен берейін деп тұрда 2 кило тартып берілі деп тұрып, жұма сайын келеді, ушул аялға 2 килодан ет тартып бересің деп тұрып, 6 айлығын алдын ала төлеп қойды дейді баяғышы. Қарасаңыздар, алдын ала төлеп қойды. Кейін жүріңіз деп тұрып, киім сатқан жерге алып барып тұрып, ушу 4 қызына қышқы жайқы киім бересің деп тұрып, аны дағын төлеп қойды дейді. Төлегеннен кейін мындай беттеріп чымырап, бір өзгөріп пайда болгондой болды өзүмдө дейді баягычы. Анан үйгө бардым дейді. Барсам балдарым, атаке, не мынча бір жүзүң нурдуу болуп калган деп таң калат дейді. Мен айттым, балдарым, мен Аллах менен соода кылып келатам дедим дейді. Карасаң. Ошентип үйдөлөр менен коштошуп кайра Лондонго учуп бардым дейт. Операциядан мурда текшерет эмеспи? Текшерсе, жүрөгүнүн тешеги бүтөлүп калыптыр деп карасаң. Таң каласың. Пайгамбар хадисинде келет. Ас-садакату таруддул бала. Садака балени кайтарат дейді. Карасаңыздар. Садака балени кайтарат дейді. А тиги врачтар таң калат деп орысша айтмакчы. Кантип дарыладың? Не может быть дейт экен да баягы врачтарчы. Эми туура биздин көз карашыбыз боюнча, пенделик көз караш боюнча не может быть. А бирок Алланын кудретинде все может быть. Туурабы? Алланын колунда да бардыгы. Пайгамбар айтты, садака балени кайтарат дейт. Мына туугандар. Демек биз мусулмандар бири-бирибизге көмөктөшсөк, биз оорудан да арылып кетет экенбиз да.